Алматының Зерделі ықшам ауданындағы қабырғасы қақырап қисайған үйдің тұрғындары жаппай көшіп жатыр. Пәтерлерге мөр басылып, есік алдына полиция қызметкерлерінен күзет қойылды. Үйге байланысты бір жақты шешім қабылданғанша олар тұрғындардың қалған дүние мүлкін қарауылдайды. Ал геологтар болса топырақ сынамаларын тексеріп жатыр. Тілшіміз Ұлан Нарымбек толықтырып баяндасын. 179 үйдің тұрғындары мереке күндерін пәтер іздеумен өткізгендерін айтады. Басым бөлігі демалыста көшіп кеткен. Дегенмен үйдің кіреберісінде бүгінде абыр-сабыр. Екі баланың анасы Ақгүл Әбдіжанова да құжаттарын жинап, киім-кешегін буып түйіп дайын отыр. Біз енді квартира іздедік, табылған бойда көшеміз деп. Табылған бүгін болды, енді бүгін көшеміз, жиналып жатырмыз. Бүгіннен қалмаймыз мен балаларымызбен. 9 этажда тұрамыз, қауіптірек. Ал Арайлым Сүйінбай қызы әлі пәтер таба алмапты. Әрине жалға берілетін баспана көп, бірақ мектеп пен балабақшадан алыстап кетсек, 5 баламды қалай тасимын дейді ол. Алғабастың ішінен де өзі табылғанның өзінде ақшасын көтеріп алған. Екіншіден 5 бала бар деп ешкім алғысы келмейді. Акимат барлық нағыз сумманы айтқан жоқ, олар бізге қанша пәтер екенін айтқан жоқ, өздерің білесіңдер деді. 1 бөлмелі болсын, 2 бөлмелі болсын, өздерің табасыңдар, қанша суммаға соны төлеп береміз деп отыр. Вот и трещина у нас. Внимательно вот так смотреть, вот улица видно, видите? Бұл екінші қабаттағы 43-ші пәтер. Қабырғадағы жарықтан дала көрінеді. Сызатты байқаған пәтер иелері дереу көшіп кеткен. 179-ші үйде жалпы 72 пәтер бар. Ғимарат 2013 жылы мемлекеттік бағдарламамен берілген. Мұнда 200-ден аса кәмелеттік жасқа толмаған бала бар дейді тұрғындар. Осы жағдайдан кейін көрші 178-ші үйде тұратын адамдар да уайымдап отыр. Бүкіл жаңа котлован дейміз, сейсмоплита дейміз, фундаменті 3 үйге бірдей салынған. Топырағы да құнарлығы бәрі бірдей. Бір жерден кеткен су ол таралады ғой, әр үйдің астында сондай. Бұл бұрынғы Алғабас, қазіргі Зерделі ықшам ауданындағы қисайған бірінші үй емес. Бұған дейін 3 үй сыр берген еді. Сондықтан көрші тұрған 178-ші үйдің тұрғындарының алаңдап отырғаны да түсінікті. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан.